Достар, баршаға сәлем. Өткенде Қазмұнайгаз IPO параметрлерін жариялаған еді. Ол келесідей. Акциялар Касе мен Айгізге шығарылады. Өтімдер қабылдау басталды және жеке тұлғалар үшін 2 желтоқсанға дейін, ал басқалар үшін 30 қарашаға дейін жалғасады. Орналастыру бағасы бір акция үшін 8406 теңге және компания құны 5,1 триллион теңге, 10,6 миллиард доллар деңгейінде деген көрсеткішке сай келеді. IPO-ға компания акцияларының тек 5% ғана шығарылады. Таргеттелген дивиденд алдағы 3 жылда 328-410 теңге көлемінде немесе акция бағасының 3,9-4,9%-ын құрайды. Компанияны тым қымбат бағалап жіберген жоқ па? IPO-ға қатысу керек пе? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын іздеп көрейік. Бұл Jusa Invest, кеттік. Компания перспективасы. Қазмұнайгаз ұлттық мұнай-газ компаниясы. Бұл оған елдегі мұнай-газ кен орындарын пайдалануда басымдық береді. Сондай-ақ нарықтағы жағдай нашарлап кетсе, оған мемлекет тарапынан қолдау көрсетіледі. Қазмұнайгаз мұнай-газ саласын дамытуда жоспарлап отыр және ол үшін жаңа өндіріс орындарын ашып жатыр. Осылайша Теңізшевройл ұлғаю бағдарламасын аяқтап, алдағы 2 жылда мұнай өндіруді шамамен 45%-ға көтереді. Нәтижесінде Қазмұнайгаз ақша түсімін біршама өсіреді. Сондай-ақ 2027 жылға қарай пропилен, бутадиен және полиэтилен өндіретін зауыттарды іске қосуды жоспарлап отыр. Мұнай активтері. Қазмұнайгаз, Өзен мұнай-газ акционерлік қоғамы және Ембі мұнай-газ акционерлік қоғамы сияқты компанияларда үлесі бар. Сондай-ақ Қазмұнайгаз 2021 жылдағы жалпы табысының 65%-ын қамтамасыз еткен 3 үлкен мегажобада үлесі бар. Бұл өте үлкен ақша түсімі мен мұнай қорының көп екенін білдіреді. Биыл мұнай бағасы өскен кезде артық ақша көбірек жиналып, дивиденд мөлшері өсуі мүмкін. Бірақ 2020 жылы мұнай бағасы орташа есеппен 43,2 доллар болған кезде таза пайда 171,1 миллиард теңге болғанында атап өткен жөн. KMG қашаған BV туралы не белгілі? 20 қыркүйекте Қазмұнайгаз 2015 жылы жасалған кол опцион келісімі бойынша өз құқығын жүзеге асырып, Самұрық-қазына акционерлік қоғамынан KMG қашаған BV-нің 50%-ын 3,8 миллиард долларға сатып алғанын хабарлады. Нәтижесінде KMG қашаған BV 100% акциясы Қазмұнайгазға өтті. Осылайша дұрыс шешім қабылдау үшін компанияның фундаментал талдауына назар аударуымыз керек. Ал компанияның қаржылай көрсеткіштеріне қарап көрейік. Кіріс. Мұнай бағасы өскендіктен компания кірісі де артты. 2021 жылы мұнайдың орташа бағасы 68,9%-ға, ал 2022 жылдың алғашқы жартысында 46%-ға өсті. 2020 жылы түсім көрсеткіштері 3,6 триллион теңгеге түсіп, 21 жылы 61%-ға өсіп, 5,8 триллион теңгеге жетті. 2022 жылдың бірінші жартысында түсім 4,2 триллион теңге болды, яғни 57%-ға өсті. Таза пайда. Мұнай бағасының өсуімен таза пайда көлемі де артты. 2022 жылдың бірінші жартысында 677 миллиард теңгеге жетті, плюс 74%. Соңғы жарты жылда таза маржа 16,1% деңгейінде сақталды. EBITDA немесе қарыз, салық және амортизация бойынша пайыздарға дейінгі таза табыс 6 айда EBITDA 2,1 триллион теңгені құрап, 3 айда 16,9%-ға өсті. Жалпы өткен жылы бұл көрсеткіш 1,7 триллион теңгені құрады. Опционды жүзеге асырып, KMG қашаған BV үлесін ұлғайтқаннан кейін, EBITDA 2022 жылдың 6 айында 2,13 триллион теңгені құраса, 2022 жылдың алғашқы 3 айында бұл көрсеткіш 2,1 триллион теңге болғанын атап өткеніміз маңызды. Дивидендтік саясаты. Әдетте еркін жатқан ақшаны акционерлерге немесе ұйымының кредиторларына бөліп береді. Компанияның үлкен қарызына байланысты еркін ақшаның басым бөлігі алдымен кредиторлар арасында бөлінеді. 1,5-ке тең таза қарыз EBITDA коэффициенті бойынша Қазмұнайгаз еркін ақша ағымының кем дегенде 30-40%-ын дивидендтер төлеуге жібере алады. Компанияның мәліметінше алдағы 3 жылда мұнай бағасы қалыпты болған жағдайда
Қазмұнайгаз дивидендтерге бөлінген соманы 2021 жылдан кем болмауын жоспарлап отыр. Таза қарыз. Кейімжі Қашаған BV опциондарын орындағанға деген 2022 жылдың маусым аяғына дейін Қазмұнайгаздың таза қарызы 2,3 триллион теңгені құрады, ал жалпы көлемі 1,6 триллион теңгеге тең. Қазмұнайгаз номиналды қарызы соңғы 5 жылда 4 триллион теңге шамасында болған. Ұлттық валюта әлсіреу аясында Қазмұнайгаз қарызды қанша азайтуға тырысса да, ол азаймай қойған еді. 2021 жылы жағдай жақсарып, Қазмұнайгаз қарызын жабу үшін 200 миллиард теңге жұмсады. Бірақ 2022 жылы теңгенің әлсіреуіне байланысты қарыз қатты өсіп кетті. Операциялық кірісті қайта инвестициялау коэффициенті ROC индикаторының өзі Return on Capital. Салықтарды төленгеннен кейінгі операциялық кіріске ұйымның меншікті капиталы мен қарыз сомасына қатынасы. Соңғы 5 жылда 4-тен 16%-ға дейін өзгерді. Бұл мұнай бағасы өзгеру аясында қалыпты өзгеріс болып саналады, яғни өсу жүзеге асқанмен X тәрізді емес. Сол 5 жылдағы бизнеске қайта инвестициялауда қалыпты болды. Біздің сарапшылар қайта инвестициялау мөлшерлемесін шамамен 20% деп бағалады. Бұл капиталдың қалған 80% акционерлері мен кредиторларына қайтарылуы мүмкін дегенді білдіреді. Капиталды шығындар. Материалдық емес активтерді, негізгі құралдарды сатып алу және кен орындарын құрастыру мен тағы басқа заттарды сатып алуға кеткен капиталды шығындар көлемі 300-450 миллиард теңге көлемінде болған. Бірақ бұл сома азайып отырғанын айта кеткеніміз жөн. Айтпақшы достар, бізде тамаша жаңалық бар. Жусан қосымшасы арқылы Қазмұнайгаз IPO-сына қатысып, күн сайын iPad және бас жүлде 1 миллион теңге ұтып алыңыз. Толығырақ төмендегі сілтеме бойынша білуге болады. Қазмұнайгаздан жақын болашақта не күтеміз? Тек макроэкономикалық жағдайдың жақсаруының арқасында акциялар өсуін. Корпоратив басқаруды жақсартады, дивидендтік төлемдер коэффициентін біршама өсіреді, шамадан артық қарыз деңгейін азайтады. Нәтижесінде болашақта SPO ұйым. Болашақтағы ең басты қатер мұнай бағасына байланысты болуы. Біздің аналитиктерден Қазмұнайгаз туралы аз-кем ақпарат. Видеодағы мәліметтерді сатып алуға итермелейтін ұсыныс ретінде қарастыруға болмайды. Сарапшылар компанияның орналастыру бағасынан 37%-ға жоғары бағаланғанын ескере отырып, Қазмұнайгаз акцияларының рейтингісін 11429 теңге сатып алу деңгейінде қойды. Бұған қоса, сарапшылар IPO өтіп жатқан сыртқы және ішкі қолайсыз макроэкономиканы көрсететін инвесторлардың жоғары күтілетін кірісін ескереді. Атап айтқанда, компанияның үлкен қарызы бар. Бұл кірісті қайта инвестициялаудың қалыпты қарқынына қарамастан, қазір жақсы көлемдегі дивидендтер төлеуге мүмкіндік бермейді. Достар, бүгінге осы. Лайк басып, коммент жазыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.